Ресей, Санкт-Петербург қаласы. Ескі көп қабатты үйдің ауласы. Мен телефонды бастың деңгейінде ұстаймын. Мен бұл жерден өтпеймін. Мен басымды ұрамын. Қалыпты жүру үшін мұнда топырақ қабаты жойылды. Және олар 2 қадам жасады. Өткелдің қаншалықты төмен екенін қараңыз. Өткелдің 2 жағындағы қабырғаларда 2 есік. Сондай-ақ есіктерге дейін баспалдақпен төмен түсу керек. Бұл есік 2 саты төмен. Екінші есікте де 2 баспалдақ бар. Бұл шынымен де ғимаратты салған сәулетшінің идеясы ма? Қадамдары бар ыңғайсыз төмен жолды жасау керек пе? Міне асфальттың деңгейі. Міне қадамдар. Міне басыңды сындырмас үшін қиғаш. Ресей империясының астанасына арналған керемет сәулет жобасы. Тарихшылар оны осылай салғанын айтады. Бірақ олар мұның себебін түсіндіре алмайды. Осы өткелдің жанындағы үйдің қабырғасына қарайық. Біз терезенің ашылуын табамыз. Металл тормен қапталған. Үй-жайлардың иелері мұндай төмен терезеде ешқандай мағына таппады. Мұнда заманауи 2 қабатты терезе орнатылды. Мұнда 2 қабатты терезе де бар. Шамасы бұл бір бөлмелі. Терезенің ашылуы кішкентай және дұрыс емес пропорциялар бар. Бұрын бұл жерде кәдімгі терезе болатын. Терезе жартылай жабылған. Олар шұңғыр қазды, бірақ ол топырақпен толтырылды. Мен саған үйдің арғы жағынан көрсетіп жатырмын. Міне төменгі жол. Мұнда қалыпты өлшемдегі терезе саңылаулары бар. Бұл терезенің бұрын биіктігі бірдей болатын. Жоғарыдағы терезе саңылаулары сияқты. Бірақ үйді сұйық лай басып қалды. Терезе саңылауының жарты биіктігі жер деңгейінен төмен болды. 1,5 метр төмен қосу керек. Үй қалыпты көрінеді. Содан кейін мен бұл өткелдің төбесіне басымды тигізбеймін. Ғимарат салынған кезде бұл өткел әлдеқайда жоғары болатын. Бірақ содан кейін бірдеңе болып, бүкіл қала 1,5 метрге батып кетті. Адамдар бұрынғы деңгейге дейін бәрін қазып ала алмады. Өте үлкен жұмыс көлемі. Жер беті бұрын болған деңгейге дейін қазсаңыз. Адамдар ғимаратты пайдалануды жалғастыру үшін аз жұмыс істеді. Сондықтан өткелдер өте төмен болды. Ал терезелері асфальт деңгейінен төмен.